түскі асқа демалыс. Лепсі өзенінің жағасында. Жетісудың жаңағы жеті өзенінің бірі Лепсі. Өте керемет. Ауылдарда Ақтерек, жаңағы Черкасск ауылдарда өте керемет ауылдар екен бұлай. Табиғаты, көшелері жап-жасыл. Кісілер де, бұл жерде тұратын кісілер де өте қонақжай, сондай. Ырза болдым. Не деген жомарт, не деген ақ көңіл, не деген қонақжай халық деймді. Жаңа видеода көрдіңіздер. Оларға айтып жатырмын, ей, әуре болмаңыз, менің заттарым сыймайды. Сөмкелердің бәрі тола мен. Қоржындар, арғымда рюкзак, бәрі тола. Сонымен әуре болмаңыз деп жатырмын. Ана Лепсіні көрсетіп жіберейін. Сонымен кеп үйге кіріп сірне жейміз кешке. Қонатын жерлер бар. Кешке қонып кет ауылға деп. Ниетіне көп рахмет. Алла нұр жаусын бәріне осы ауыл тұрғындарына. Бірақ енді музейге кіре алмадық, жаңағы музейдің қызметкері бастықтарына хабарласты да. Кіргізбеді ма, сондай жаңағы видеоға түсіруге болмайды деді, жалпы. Рұқсат алу керек, алдын ала музейге кіру үшін де. Жалпы сондай. Содан мемориалына бардық. Керемет, жаңа көрдіңіздер. Сонымен жаңа кісілер, жаңа жоқ, мен тұрмайым, жаңа сірне керек жоқ десем, қанжығасына бір, қасындағы достарына айтып қойды, қанжығасына бір қымыз байлап жіберейік деді. Қонақ жай не деген, таң қалдым. Содан 1 минут тұра тұр дейді маған. Жоқ, мен асығыспын, кетіп бара жатырмын дейміз. 1 минут тұра тұр дейді. Сонымен 1 минут дүкенге барып, нан әкеп тұр ғой. Қараңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 5-6 консерві, 2 нан. Осыны алып кет дейді. Ой, енді заттарым ауыр болатын болды ол деп. Бір жағынан ырзамын. Не деген жомарт жігіттер. Кейде осы болады ғой өзі. Сол жалпы. Енді мына ауылға келдік. Қандай ауыл, қазір дәл айтып жүрейін. Картама қарап. Картамен жүріп келе жатырмын да. Андай интернет істей беретін карта бар. Аққайың деген ауылдан өттім. Сосын Аққайыңның ар жағында тағы бір ауыл тұр, бірақ аты картада жазылмаған екен. Windy Map деген бар, соны айтып қойын, міне. Windy Map қызылмен тұр ғой. Windy Map жалпы өте керемет. Жаңағы Maps.me деген бар, барлығы біледі, бірақ одан да керемет бұл. Осыны жүктеп алыңыздар телефонға, егер тауға шығатын болсаңыздар. Жалпы негізі тауға шығу, табиғатта жүру жайлы өзімнің ойымды, кеңесімді сондай арнайы видео жазсам ба деп ойлап жүрмін, себебі орысша, ағылшынша көп қой депті. Мен солардың бәрін қараймын, солардың ақылдарын жинап, сіздерге былай айтқанда аударып, бір жағынан өзім тәжірибем бар, соның бәрін сіздерге аударып берсем, біраз қай жағынан сіздерді қызықтырады соны. Жаңа комментарий жазып айтыңыздар, мен сол жайында біраз видеолар жасайын, арнайы. Осы қазір отырып осы жерде тамақтанып алайық. Атымда демалып, жол бойы жан-жаққа қарай береді ана. Өзі андай сезімтал. Қарап тұрыр деген.
шөп жемей қояды өзі. Қарап тұра береді, қарны ашып тұрса да. Осындай керемет жалпы рахаттанып келе жатырмын өзім. Рахаттанып бір табиғатқа мас болып. Керемет. Жаңбыр да жауды міне. Жалпы жаңбырдан кейін күн бұлт болғаннан кейін ауа райы андай таза болады, күн ашылады дейді ғой. Жаңа өмірде қиындық болса, қиындықтан өтсеңіз ары қарай жақсы болады деген сияқты нәрсе ғой. Сол сияқты бұл да табиғатта керемет болып тұр. Соны рахаттанып отырмын. Жаңағы ауылдың қонақжай жігіттері берген консервімен біраз тамақтанып алсам. Бұлақтан су алып алдым. Жаңағы Черкасск ауылындағы музейдің қызметкері жаңағы айтты, бұлақ бар, содан бұлақтан су алып бар. Бұлақтан су алып алдым. Сол сумен қазір су қайнатып, шайды ішіп, рахаттанып, анау батарейкалерімді зарядтап жатырмын күнге. Қазір сөйтіп жолға шығып кетеміз. Жаңағы не ауылына қарай? Лепсинск дейді. Бірақ Лепсі өзенінің жағасында тұрған ауыл. Картада Лепси деп жазылып тұр. Бірақ неге бұл жердегілер Лепсинск дейді, ол жағын түсінбедім. Татарлар тұрады дейді ол ауылда. Жаңа бір кісі айтып еді, нең бар ол жақта? Ол жақта қазақтар жоқ, татарлар бар дейді. Маған ауылдың қазақ жері ғой, кімдер тұрса да. Маған ауылдың кісілеріне қандай ол қабылдамаса да, мен табиғатта өзім шатырым бар, палатым бар, сода тұра берем. Сондықтан қазақтың барлық жері мен үшін үйім ой дегендей ғой. Әрбір тау тасына дейін менің үйім. Сол сияқты. Сондай жалпы. Керемет. Кеттік, шай ішіп тамақ ішіп алайық.